Сол кісілердің ішінде біз Ақба ибн Аби Муайт деген өте атақты белді Меккедегі ақсүйек кісілердің бірінің пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға жасаған қиянаттары туралы айтқан болатынбыз. Және бұл кісінің істеген тағы бір қиянаты, енді екеуі бірлесе істеді деп айтса болады, мына Амр ибн Хишам мен Ақба ибн Аби Муайт. Не нәрсе істеді? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бір күні Қағбаның жанында намаз оқып жатқан кезінде, бірақ әлі 5 уақыт намаз парыз етілген жоқ. Намаз оқып жатқан кезінде пәленшенің үйінде түйенің, жаңағы түйе сойылып жатыр, соның ішек қарнын кім келіп Мұхаммедтің сәжде қылған кезінде үстіне қояды дейді ғой. Сол кезде өзінше мақтанып Ақба ибн Аби Муайт мен қоямын деп. Болады осындай. Адамдардың ішінде болады, кім істейді, мен істеймін, бүйтем, сөйтем дейтіндер. Дәл сондай сипатта келді де мен қоямын деп айтты дейді. Сонымен пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сәждеге барған кезінде жаңағы ішек қарынды боғымен қосып әкеліп түйенің пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның үстіне қойып қойды. Немесе ақтарып жіберді десек те болады. Сонымен пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сәждеге барғаннан кейін тұра алмай қалды. Жатып қалды осылай. Бұл оқиғаны айтып жатқан адам атақты ұлы сахаба Абдулла ибн Масуд. Абдулла ибн Масуд пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның ең ұлы сахабаларының бірі. Ол кісінің туралы ертең кейін қайтадан тоқталамыз, иншалла. Сол кісі айтады ғой, мен қасында отырмын дейді, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның қасында отырмын, бірақ мен еш нәрсе істей алмай жатырмын дейді. Соншалықты біздің әлсіздігіміз, мен қыбырлай алмадым дейді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жанында. Өйткені бұл әлі мұсылмандардың күшке, қуатқа енбеген кезі. Абдулла ибн Масуд неге бұны айтып жатыр? Өйткені ол кісі Құрайш мүшриктерінің қойын бағатын адам болған. Демек, яғни қарапайым қатардағы мұсылман болған. Бай ақсүйек болмаған. Сонымен жаңағы ішек қарында ақтарылып жатқан пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның үстіндегі кім алып кетті? Қызы келді де, Фатима. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның кенже қызы Фатима келіп, үстінен алып, әкетайым, осыншалықты қорлық көретіндей не істеп қойдың деп. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның үстіндегі жаңағы боқтықтардың барлығын сүртіп тазалап жылады дейді. Бұл әрекет кімге ұнамай қалды? Абу Жахилге ұнамай қалды. Абу Жахил бұған бірдеңе істеу керек деп айтты дейді, іштей сондай нәрсе түйіп қалды іштен. Мына қызға бірдеңе істейміз деген нәрсе. Иншалла оған келеміз. Мінекей өйстіп пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның сәжде қылған кезінде осы атақты оқиғада барлығы білет бұл оқиғаны. Үстіне келіп боқты аударған кісі түйенің ішек қарнымен қосып осы Ақба ибн Аби Муайт деген Құрайштың мүшрик екен.